Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында қолжетімді заттармен үйде бургер жасаймыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Қарапайым балдарыңызға, отбасыларыңызға осылай үйден жасап қуансаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді тартылған етімізді әдемілеп алақанымыздан сәл ірілеу қылып котлет жасаймыз. Негізі бургерге котлетіміз жұқа болғаны дұрыс. Майымызды бірінші қатты қыздырып аламыз. Содан кейін енді біз бургерлерімізді дайындаймыз. Мен уже үшеуін дайындап қойдым. Астыңғы жағына мен кетчуп жағам, үстіне майонез жағам. Енді біз салат жапырағын қоямыз. Үстіне помидорымызды қоямыз. Енді ірімшігімізді саламыз. Үстіне котлетімізді саламыз. Енді үстіне біз қиярымызды қоямыз. Тағы да ірімшігімізді қоямыз. Соңғы салат жапырағымыз және үстіңгі бургеріміздің үстіңгі бөлігі. Осымен біздің бургеріміз дайын болды.